Сәлем достар, сендермен бірге мен Айша. Әрине, мен бүгін сіздерге Сакура школада сериал түсіретін болам. Оның аты әрине жетім қыз. Бұл маған ешқандай қатысы жоқ серия. Мен бұны жай ғана қызықтап сіздерге түсіріп жатырмын. Өмірімде ешқайсысы болмаған. Сіздер болсаңыздар лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Мен видеоны бастаймын. Қызым, сен үйді жинап қой, жарайды ма? Біз қазір әкеңмен және де сенің ағаңмен біз қонаққа барып келеміз. Анашым, мен де барайыншы, өтінемін. Қызым, жоқ. Ол жерде тек қана Әлинұрды ғана күтеді. Ал сені болса сені танымайды ғой, сондықтан сен бара алмайсың, қызым. Кешір, сен үйді жинап қой, біз келгенше, жарайды ма? Жарайды, анашым. Қызым, онда біз кеттік. Мә саған, анашым, әкешім кетіп қалды. Мен енді не істеймін? Ешқандай қызығы жоқ менде қазір. Жақсы, мен біліп үйді тазалап шығайын. Мә саған, менде не істеймін? Жақсы, компьютер қарай тұрайын. Неме көріп ше? Енді ішім піспайды. 1-2 сағаттан кейін. Мә саған, әкем мен анам, ағам қайда екен? Мен оларды көп күттім ғой. Уже кеш батып кетті ғой. Қой, бұның болмас. Әкем анамды көріп келейінші. Может быть, олар өте қорқынышты. Может, олар келе жатқан шығар. Мен оларды көп келуім керек қой. Есікті жауып, жылдан барып келуім керек. Жақсы, жаппай қойын. Әке? Алло, дәрігер. Жылдам келіңіздерші, мен ата-анам өте қауіптеніп тұр. Сәлеметсіз бе? Менің анама дәрігерге алып кетіңізші. Олардың өміріне өте қатты